Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армағазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алашылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін басыңыз. Директор зейнетке шыққан мұғалімді жұмыстан босатқан. Енді зейнеткерге өтемақы төленеді. Жамбыл облысы Жуалы ауданындағы тарих пәнінің мұғалімі сот арқылы жұмысқа қайта орналасты деп хабарлайды бақ.кз тілшісі. Жоғарғы соттың мәліметінше 1991 жылдан бері орта мектепте еңбек етіп келген педагог 2024 жылдың желтоқсанында зейнеткерлік жасқа жеткен соң оқу жылының соңына дейін жұмысынан жалғастыруға ниетін білдіріп, мектеп директорының атына арыз жазған. Алайда оның өтініші қабылданбай, зейнетке шығуына байланысты жұмыстан босатылған. Мұғалім бұл шешімге келіспей, сотқа жүгініп, қызметін қалпына келтіруді мәжбүрлі түрде сабақ бермеген уақыттағы жалақысы және де моральдық өтемақы төлеуді талап етті делінген хабарламада. Сот мектеп әкімшілігінің әрекетін еңбек кодексінің ұжымдық шартпенен салалық келісімде өрескел бұзу деп тапты. Жұмыс беруші еңбек шартын бұзу туралы заңда көрсетілген мерзімде хабарлама бермеген және де қызметкердің құқықтарын сақтамаған. Жуалы аудандық соты мұғалімнің бұрынғы қызметіне қайта орналастырып, 2024 жылдың желтоқсанынан 2025 жылдың мамырына дейінгі жалақы ретіндегі 2,1 миллион теңге, моральдық шығын ретінде 100 мың теңге және де өкіл қызметінің ақысы ретінде 250 мың теңге төлеу туралы шешімді шығарды. Сонымен қатар сот аудандық білім бөліміне мұндай заң бұзушылықтардың қайталанбауы үшін шара қолдану туралы жеке ұйғарым жасады. Мектеп директоры апелляциялық шағым түсіргеніменен Жамбыл облыстық соты бірінші сатыдағы шешімді өзгеріссіз қалдырды. Сот актілері заңды күшіне енді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас өзге де ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз.